Айгерім, жазып жатсыз ба? Вот смотрите, пока сен жазып жатқан шығарсың да, сол сұраққа жауап бересіз. Не себепті ол кредит алынды? Сосын ол жазылынады. Оқуыма керек болды. Бір зат алғым келді. Дүниеде. Мүлік, телефон. Или обучение. Или тағы не үшін алады? Той. Да, тойға аламыз. Сосын не? Біреуге сыйлық беруге. Бір қарызыңыз болса, сол қарызды жабуға. Вот, көрдің ба, сенде жауап жоқ дейсің, сенде бар. Өзімді барлығы жеткілікті екенін көрсеткім келеді. Қарызды қандай программа алғызады? Самооценка алғызады. Итог оны бүйтіп самооценка ғана алғызады дегенде бәріміз иә дейміз ғой. Біреу үшін сондай бір кем емес екенімді көрсін, анау жұрт үшін басқа біреуге жақсы көрінейін, елден қалмайтын құсап. Ол бетіндегі себептер да, бетіндегі себептер. Теперь сізге келесі сұрақ. Өзімді барлығы жеткілікті екенін көрсеткім келеді. Кімге көрсеткіңіз келеді? Именно бір сіздің жаныңызға жақын главный адамдар бар. Именно солардың алдында сіз қатты тырысып жатсыз да. Жұрт, ел, бір класстастар, бір нәрсе, анау, коллеги, олардың бәрі себептері бар, конечно, олардың үлесі бар, ол кісілердің достар, там, туды-суды, но олар не совсем важные люди. Есть, такие люди, которые прям кәдімгідей солардың алдында сіз қатты тырысасыз да. Сол адамдарды мен сізге главный список, это енді өзіңізге понятно, не бар андай. Муж, жена, если есть. А если нет, тогда родители, коллеги, родственники, дети, если есть, вдруг балдарыңыз мені бір последний адам деп ойламасын дегендер де бар да. Мысалы, балам сондай жоқшылықты көрмей өссінші, там туда-сюда, ол да бар. Мысалы, баламның алдында сұрап тұрған затын қалай мен бермей отырам, қалай айтам, мен самый сондай бір қолымнан уақытылы бере алмайтын адам болып көңілін қалдырғым келмейді деген сияқты. Балдары кішкентай болсын, үлкен болсын, 13-тен асып кетсін, 18-ден асып кетсін, адамдар тоқтамайды. Үлкен 20-дағы, 25-тегі, 30-дағы адамдарына да алып бере береді. Не үшін? Потому что самооценка, потом мені последний адам қылтып ойламасын, солардың алдында авторитетім түспесін, осыларды көрсін менің махаббатымдағы. Ол жерде енді ол ояқта, сұрақтар әлі глубоко бар, бірақ сіз қазір вот самый главный адам, да? Ну вот, сосын жазасыз, мысалға ең бірінші приоритет бойынша 10 список жасауыңызға болады, 10 санына дейін жеткізесіз де. Если я буду казаться там, если я это буду делать, это буду одевать, такие вещи себе буду позволять, если там я ремонт сделаю, буду подарки дарить, или там куплю что-то себе, пойду на обучение. Қандай болды себепсізде, соны жазасыз да, то только тогда моя Енешка будет меня уважать, только тогда мой муж будет на меня там хорошо смотреть, там, с уважением, только тогда он меня не разлюбит, там, только тогда моя Енешка к моим родным будет обращаться адам сияқты, типа жақсы қарайтын болады деген сияқты. Сондай ойыңыздан келген заттың бәрін сөйтіп жазасыз да. Сосын
по идее иә, но қазір сен саналы түрде оны күшті біліп отырық қой бәрімізде. Прикол в том, что ол саналы түрде біліп қана қойып жүрсек, жеткіліксіз. Ол біздің түп санада жазылып тұрған программада. И пока ты точечно это не проработаешь, ты будешь дальше так на автомате действовать. Қазір сен осознанно алып жүресің, шамалы уақыт өтеді, тығырыққа келіп қалған кезде или спонтанно бір нәрсе болып қалса, ты опять так сделаешь. Почему? Потому что у тебя уже она прописана. Сол үшін жазылып тұрған уже сіз осы өмірде істеп қойсаңыз, уже сол программамен алынды ғой жаңа қарыз. И мы запоминает. Жаңа түп санада программа солай жазылады. Сосын сен постоянно сондай нені қарызға кіре беретін боласың. И, допустим, вроде бы бүйтесің да, жоқ енді келесте өйтіп істемеймін. Келесте мен ешкімнің көңіліне қарамаймын, сөйтіп істемеймін, анау-мынау деп. Если сіздің жігер күшіңіз жетсе, шыдамыңыз жетсе, онда сіз келесі бір жағдайларда шыдап тіреуіңіз, как? Выдержите, да? Выдержка болады. А возможно, не получится, да? Сол үшін, чтобы защитить, обезопасить, лучше қазір, бір баяғыда бір клиент болған, сол кісі айтты, мен соны неше жыл болды, әлі жаба алмай жүрмін, я уже не могу, не болды деп. Кредит сол ананы жабам, мынаны жабам, в общем, 8 жыл өтті деді ғой, сол кредитті әлі жаба алмай жүрмін. Не істеуге болады? Неге мен соны сөйтіп істей берем, мен неге содан әлі құтыла алмаймын? Страшный нәрсе болды ғой деген сияқты. Сол жер үй алып, жер үй салған, соның ішіндегі бүкіл полностью несін жаңағы ремонтын бітіріп істеп тастау үшін 40 кредитке дейін алған. Представляете? 50 миллионға дейін бас, страшный кредит. И потом мен айттым, кім үшін алдыңыз оның бәрін? Өзім үшін, ремонт үшін, әдемі үйде тұрғым келді. Я оның бәрі өтірік, кім үшін? Не үшін ал? Істеп болғаннан кейін не істегіңіз келді? Күшті, әдемі жерде, нән столда, 25 адаммен, үлкен столда. 25 адаммен, жаңағы керім, королевский, біткен столдардың үстінде отырып, ана посудаларын бәрі жылтырып отыр, әдемі. Сондай қылтып, туыстарымның көзін шығарғым келді. Все болды. Бүкіл, представляете, туыстардың алдында ана так сильно вот так вот жарысты, іштегі түп саналы түрде аналардан осып кеткісі келді. Хотела еще за счет этого дома, за счет этого ремонта, за счет этих посуд, там, за счет этих стульев, да, она хотела свою значимость поднять, их унизить, да, то есть уже астарында неправильные намерения, ниеті түзу емес изначально, плюс еще бір адамның алдында выпендриваться етсе екен. Туыстар деген сөз біздің қазақта, туыстар деген от 500 и выше ғой. Бізде енді Құдайға шүкір 500 адамнан и выше. Кейбіреулерде енді минимальный, ладно, 250 адамдан бастап кете береді, да. Сонда ойлаңыздар, 250 адамның алдында ана изначально неправильно ниеттенді, 250 түп сананың бастарынан басқысы келді, в общем, так сказать, да, просто былай үстінен қарап айтатын болсақ. И за это получила. И пока она не скажет и не признается не им, они-то вообще не знают, их просто, она түп саналары білет, да, подсознательно все будут чувствовать. Никто не будет приходить к ней домой, никто не будет, даже если келсе де, столың күшті екен, ыңғайлы стульчик екен, посудың күшті екен, вилкаң әдемі екен деп айтпайды ешкім. Түп саналы түрде, не то чтобы они все плохие, а просто подсознательно что-то айтқысы келмей тұрады, да. Оның бәрі просто сезіледі. И как бы она ни старалась, все равно она дыраны самооценка жақтағы жаба алмайды. И сөйтеді,
плюс еще жаңағыдай ниетті не болмағасын ананы жаба алмайды, өзінің ішіндегі что внутри, то снаружи, да, ішіміздегі состояниеміз онша емес жаба алмай тұрсақ, өзіміздің жарамызды, өзіміздің тесігімізді біте алмай тұрсақ, дыра екенімізді, да, сырттай кредитті обязательно жаба алмаймыз біздер. Потому что внутри не хватает, и снаружи тоже не будет хватать. Вот. Так что сөйтіп сол осознаниедан кейін ол әйел жапты қарызында, потому что ей хватило вот это вот деген нәрсе хватило, потом она начала всех вот по 500 человек подсознательно кешірім сұрағанда жаңағы реніш, обида тренажерларын қолданды. Образы да қолдануға болады, например, образ тренажерында и реніш тренажерында қолдануға болады. Всегда мен айтам, реніш это не то, когда вы прорабатываете ренішті, это не так, что вы прощаете кого-то, да. Ладно, мен ақылды болып, мен мудрый болып, сенің алдыңда сені кешіре салайыншы, жарайды демейсіздер. Мен өзім ренжідім саған, сен вообще не при чёмсың деп мен өзім сөктім, өзім басында сенің алдыңда сама, короче, заслужила деп істейсіз, да. Почему? Потому что жаңағы әйелге де андай болды да, сөйтіп істей ма деген сияқты инсайт болды. Почему? Потому что мен айтам ғой, енді сіз опционал түрде изначально хотели их пригласить и үйдегі жаңағы күшті нәрселердің бәрін көрсеткіңіз келген кезде қуанышыңызбен бөліскіңіз келген жоқ. Сіз ананы көрсетіп, көзін шығарып, оны унизить еткіңіз келді. Сол үшін айтасыз, мен изначально кредит алдым, талпындым, тырыстым, жылтыраттым, үйге сені әкелдім, чтобы сені бычыт қылу үшін, чтобы психологически, там, морально, за счет тебя өзімнің бір стоящий бір нәрсе екенімді, сондай сөзіңді суыртқызып алғызып, сондай қылғым келді, сол үшін кешірім сұраймын, анау-мынау деп сондай қылып істейсіз әр адамға. Вот кого вы хотели дома увидеть, у тех и будете спрашивать. Достар, ой, адам көп менде дейді, да? Не только родственники я хотела, чтобы мой дом видели, я хотела и коллектив, я хотела, говорит, и достары жаңағы с детства, школда, одноклассники, бәрі көрсін, мен қандай адам болғанымды, қандай үйде тұрып атқанымды. Сөйтіп, мен айтам, оның сол, онда әлемнің бәрін проработканы бастап істеп отырасыз. Сол үшін, пока вы себе не доносите, что не донесете, что все нормально, что вы просто так классная, ни с кем не надо соревноваться. Сондай нәрселер. Сөйтіп, сожалею, прости. Только так я могу доказать свою классноту, только так я могу заслужить уважение. Когда там, у меня классный дом, когда у меня классная машина, когда я такая, я только тогда классная, только тогда заслуживаю любовь, только тогда я крутая, заслуживаю уважения, только тогда меня будут приглашать, там, только тогда от меня будут спрашивать советы, только тогда аяқ астымда жорғалап жүреді бәрі, только тогда они будут бояться бір нәрсе. Ну, в общем, кто что хочет в этой жизни, да, типа добиться, соның барлығы самооценкаға тіреледі. А ол самооценка істелініп болмай жатқан кезде адам шыдамайды да, капризничать етеді де, кредитке кіреді, қарызға кіреді, потому что терпения не хватает, самостоятельно сделать энергии не хватает, уверенности нет, внутри нет этого состояния, внутри она сама знает или он сам знает, что он вообще ни о чем, и не хочется этого признаваться, не себе в первую очередь,
и не другим, короче, и начинается вот это замазывание через кредиты, через долги. А если долгтар ақысы өте көп болса, суммасы страшный, да, уже можно понять, что там тоже очень страшно много установок и программ. Но программалар любой кредитті жауып тастауға болады. Почему? Когда уже человек сам успокоится, он перестанет, себе признается, что все, больше так не буду, мне это не надо. Короче, перерастет, так скажем, рольдер бар, еще негізі көп нәрсе айтқым келеді, да? Рольдер бар, бала ролі, да? Бала ролінде взрослый роль бар. Взрослый адам, он рет ойланады, поддерживающий родитель деген роль бар, критикующий родитель деген роль бар. Ана неде психологиядан оқысаң, оның бәрі просто тупо біздің психикамыздың бөлінетін бөліктері, да, типа біз то ананы ойнаймыз, ана кейіпте ойнаймыз, то мына кейіпте ойнаймыз. Сондай, и көбіне қарызды алатын адам, это ол бала роліндегі адам. Например, маленький ребенок, который не может, терпениесі жоқ. Күтті балдар болады ғой. Увидели что-то, захотели, ол ештеңеге қарамайды. Бақырат, жерді тебет, жаңағыдай шыңғырат, жылайды, әйтеуір өзінікін тістеніп алу керек. Пока алмағанша ол бүкілін басына көтереді. Сондықтан это то же самое. Бала ролінде нетерпение, қорқып тұрған, қалмау керек, тағы бір нәрсе деген нәрселерде жүгіріп барасыз да, кредит аласыз. Потому что іштегі эмоция сізді шыдатпайды. Вот, іштегі эмоция сізді шыдатпайды. Примерно түсінік келді ғой. Енді осы түсінікпен сіздер штурма жасаңдар. Штурма, дұрыс па? Что такое? Шторм. Брейншторм. Короче, сондай жасаңыздар, отырыңыздар, қағазға жазыңыздар. Сіре бермеңіз басыңызда, мысалға, көп ойланып, ана ойды, ұмытып, мына ойды. Просто қағазға түсіріңіздер, солай ыңғайлы. Солай миыңыз босайды, қағазда қалады, ештеңе ұмытылмайды. Қағазға жазасыз. Так, анализ жасайықшы, неге мен ала берем? Осыған дейін бүкіл алған кредиттерін есіңізге түсіріңіз де себептерін шығарыңыз. Мына үшін керек болды, мына кісі үшін керек болды. Негізгі себебім мындай болды. И соларды, менде мынандай доска бар ғой. Қазір мен сіздерге бүйтіп сызайын ба? Күшті болып, профессионал болып сызайын ба? Ол үшін бүйтесіз ғой. Мынадай кредит болды. Бірінші кредитті 2010 жылы. Потом екінші бір крупный кредитім болды 2015-те типа. И өсіп жазасыз да, примерно. Сосын бүйтіп жазасыз. Мына үшін болды, мына кісі үшін болды. Мен үшін болды, мына үшін болды, короче. Мынадай істегім келді. Тағы нәрсе тағасыз. И осыны закругляете. В основном не үшін. Екі себеп шығу мүмкін. Бір себеп шығу мүмкін, постоянно одно и то же. Сосын сол себепті аласыз да, жазасыз. Если на себепті аласыз да, осындай болу үшін маған тек кредит көмектеседі. Менде кредиттен басқа амал жоқ. Это тоже установка. Почему? Потому что біздің түпсанада кредиттен басқа вариант жоқ деген жазылып тұрса, түпсанайын миллиондаған вариант бар да негізінде. Сол варианттарды қолданғызбайды, ол айтады. Вот программа стоит, осымен тек кредиттерді алдын алып келе берейік. Қай жерде, қай банкта, қандай процентпен беріп жатқан рекламалар алып келеміз бұған.
сосын жұмыс коллективте біреу айту керек, ана халық банкта осындай процентпен беріп жатыр деп біреудің аузынан айтқызайық, сөйтіп өзінің мақсатына жеткізейік деп түпсана жұмыс жасайды. Но если вы уберете, что только кредит мне поможет закрыть вот это, быть классной, только кредит мне поможет, только через кредит я могу получить образование, только через кредит я могу там купить вот это, только через кредит ко мне придет телефон, миксер ма? Қазір соңғы кезде кімдер не көп алып жатқан? Микс. Ұмытып қалдым, ладно. Ну, такой трендовый тоже бір не аппарат, который Redmond сияқты бәрін өзі пісіретін типа, но өзі пісірмейді, все равно оған сен өзің саласың бәрін турап. И сол, да, мысалға, только через кредит эта вещь придет, да, только через кредит придет алтын, бриллиант, постельный, там, принадлежности, мебель, ремонт. Соларды алып тастаңыздар. Почему? Потому что түпсана сізге ол керек заттарыңызды ғажайып жолмен басқаша әкеп береді. Мүмкін бесплатно аласыздар, мүмкін вообще сыйлыққа аласыздар, мүмкін білмейсіз ғой, сіз мысалы түпсана өзі ақ реттеп береді. Вот, оның пути его неисповедимы дейма. Сөйтіп айтатын сияқты, я. Сол үшін соған тапсырдым. Мысалға айтасыз, вот тек қана кредитпен ғана алам деп ойладым, түпсана. Сондай программаларымды өшіріп тасташы, өтініш. Ендігі өз өміріме жақсы көретін қалаған затымды кредитсіз берші деп сұрайсыз, да? Например, көрсетші ендігі өмірімді осы программасыз көрсетші. Сіздерге мына көрінді ма? Айтпақшы мен жаздым, да? Ну, примерно үлгісін ғой, енді жазуы көрінбес, бірақ примерно өстіп аласыз, да? Кредит қай жылдар алдыңыз, қандай себеппен алдыңыз, кім үшін алдыңыз, кімнің алдында қандай болу үшін. И в основном общий какой-то одна цель, которую в основном вы хотите закрыть. И если деп бастап жаза бересіз. Мына жерден, осы жерден аласыз да анализдан. Если только тогда деп өзіңіз жасасыз. Әр адамда өзінің индивидуальный причиналар бар. Вот, кім Айгерім мысалға сұраған болса, Айгерімде болады. Только кредит мне помогает получать уважение енешки. Только через кредит я получаю уважение енешки. Только благодаря кредиту я не позорю свою семью. Только через кредит я могу получать образование. Ну, в общем, түсіндіңіздер ғой, да? Как хотите, так и просто туда-сюда айналдырып қараңыздар. Так, мына жерде бір сұрақ болды. Менде жұмыста үнемі бастықтармен конфликт бола береді. Так, бастықтармен не үшін? Проработка жасағым келмейді, себебі қалай анықтасақ болады. Проработканың жасағыңыз келмейтін себебі анықтауға болады, оп-оңай оны анықтау. Гүлдана Киікбай, қош келдіңіз. Гүлдана бүгін қосылған адам, жаңадан келген адам. Білмеймін. Конфликт неге болатынын білмейсіз бе? Білесіз сіз. Дұрыстап ойланыңыз. Ну, например, скажите Назерке, например, ой, нормально. Кіммен особенно, да? И қандай себептер? Қандай себеп? Обычная причина ссоры. Соны жаздыңыз, ойыңызды өзгерттіңіз, и бір-екі күннің ішінде жалт-жұлт деп найзағай ойнамайды, ешқандай нәтиже сияқты бір көрмеуіңіз, сезбеуіңіз мүмкін, но бір-екі апта берсеңіз, бір ай берсеңіз, сіздің өміріңіз естественно өзгереді, да? Себебі
біздің бүкіл проработкамыз, бүкіл изменениеміз өміріміздегі через, после проработок деген ғой, олар деген қатты бүйтіп көзге көрінбейді. Естественно, кәдімгі солай болу керек сияқты, как будто повезло, как будто можно было бы чуть-чуть подождать, и уже само собой өзі болатын сияқты көрінетін болады да. Но на самом деле это просто благодаря вам. На самом деле вы проработали это, из-за этого все сложилось как-то классно, короче, в потоке, бәрі жол болып кетті, сондай болып кетеді да. Сезілмейді қатты дегенім ғой. Сондықтан қазір үлкен өткендегі соңғы эфирде болған установкаларды алсаңыздар. Теперь насчет долгов, да, жаңағы кредит қарыздан. Если у вас есть установка такая, мен кезінде жасаған установкалерім бар, қарыз не деген ашып отырмын. Айгерім, если что, жазып ал, если у меня не будет долгов, то я не буду развиваться. То есть менің бұрынғы кредиттерімнің көбісі неге баратын? Обучение, тренингтер, өзімді тоқтата алмайтынмын. Сондай нәрселерге барып, оқып, мынаны уже оқып біліп атам ба, көп нәрсені түсіндім ба, уже келесі уровень тұрады. Келесі уровеньге барам, одан ол біткеннен кейін тағы бір нәрсені оқимын. Сөйтіп сондай болдым да, көбіне менің қарыздарым в основном өзім үшін, өзімнің дамуыма сондайға болды да. И мен мысалға не үшін просто так мен өзіме рұқсат бере алмаймын деген кезде менде осындай жауаптар шықты. Если у меня не будет долгов, то я не буду развиваться. И менде даже Америкаға барған кезде де тоже мен қарыз алып барып кеттім. Почему? Потому что менде программа всегда работает. То есть ол да бір басқа деңгей да, ол да бір ел көру, жер көру, одан кейін мен бәрібір басқа адам болып қайттым елге, көп қатты әсер етті, ақшқа барып тұрып келгенім. Но то же самое через долги, например, опять развитияға я должна только через долги заходить. Соны я отработала, как только проработалась, не скажу, что я сразу перестала кредиты брать, но сейчас я замечаю вообще жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Если что-то хочу, у меня всегда әйтеуір бір нәрсе болып тұрады да. Сондықтан ана программа кеткен кезде онсыз қашан не болады екен, қалай болады екен деп жүрмейсіз, уже ұмытып кетесіз. Уже бүкіл жаңағы істеп жатқан бұрында қарсыз болмай, долгсыз, кредитсіз, мүмкін емес заттардың бәрі өзі келіп жатқан кезде сіз уже түсінесіз, что у вас нет этой программы. Так, аңдудың қажет жоқ дегенім ғой. Аңдымаңыздар, просто проработайте. Только если у меня будет долг, я буду чувствовать, что я нужна. Сондай нәрсе болды. Сосын не. Если у меня будут кредиты, то моя жизнь не будет скучной. Сондай болды. Почему? Потому что это типа мотивация, или же жаңағыдай болды, например, не будет скучной. Менде мынадай шықты. Егер мен сол жаңағы Америкаға барада, менде енді выбор болды ғой. Либо мен қарызға алам да ұшам, либо ұшпаймын, потому что қарыз маған керек емес, кредит маған керек емес. Егер мен кредит алмасам, онда мен ақшты көрмейтін едім, и менің өмірім скучный болады. Вот благодаря кредит алдым, и менің өмірім насыщенный болды. И кредит такой классный инструмент деген сияқты сондай бір герой болды да, менің подсознаниемда, менің түпсанамда сондай не болды. Программа опять проработала, и сейчас такого нету. Когда поездка, путешествие за границей, кстати, содан кейін мен мысалға шет елдерге шығу деген менде вообще даже бесплатно болып кетті да. Видимо, мен қатты проработалась, что одан кейін көп елдерге енді бардым ғой. Получается, мен вообще постоянно студент или мектеп кезінде де бұрын школа-интернатта тұрған кезде мен неге өзім туралы айтып жатырмын, потому что пример должно быть
как сказать, ну, через себя. То, что вот эти проработки мен арқылы шыққан нәтижесі болған заттарды ғана айтсам, сіздерге более-менее түсінікті болады, біреулерді келтіре бермей, мысалға, да. И, например, кішкентай кезімнен бастап, бұрында телевизорде, ауылда отырған кезде нелерді көрсететін, шаян, неше түрлі жаңағы скорпион сияқты бір нәрселерді қуырып пауықтар ма, жылан ба, соларды репортерларды түсіріп ататын. Біз Гонконгтамыз, пауық жедік, қараңдар деп, и показывали там закускалерді. Соған қарап отырып, мен айтатынмын, мен осы жердің бәріне барам ертең деп. Енді әкем қолдап сөйтетін де, үйдегілер кішкене күліп сөйтетін. Иә, көреміз деген сияқты. Фу, шаянды қайтып жейтін боласың, бақаны вообще жеме деп. Сосын мен айтатынмын, мен жоқ, бәрін жейтін болам, бәрін дәмін көрем, жыландардың бәрін жеймін деп сөйтіп күлетінмін да. И потом мектепке, школа-интернатта тоже, интернатта тұрдым, қасымда құрбым болды, подругам мен сол жерде тоже оқыған, сол мектепте екеуміз. И сол кезде ол айтатын, енді мен сияқты там тіл оқып, қатты вундеркинд, короче, вундеркинд болатын. Оғыза мен особо былай тез-тез деп тастаймын, бәрін ауызша 5 минуттың ішінде, қоңыраудың ішінде айтатын, сондай бір адам болдым, короче, сабақтарды оқыған кезде. В общем, сол қыз айтатын, маған дұрыстап оқышыш, неге үй тапсырмасы көп қой, неге оқымайсың деген, мен күлетінмін. Ертең үлкен болып өскен кезде мен ел кезіп ұшып жүретін болам. Маған бұның бәрі особо қажет емес деп, особо химияны, сондай туралы оқыған кезде, наоборот, сөйтіп қалқып отыратынмын, короче, фантазер болып. Но сол жаңа Америкаға барып, үйтіп келгеннен кейін, потом, видимо, не істедім. Ну, короче, вот расширение болды, кругозор, не деп, болады екен ғой, оказывается, оңай екен ғой деген сияқты нелер сынды, программалар. Оказывается, нереально вообще басқа жаққа бару, мұхит асу деген сияқты, нереально деген нәрсем бәрі өмірмен сынды да ол программалар. И кетіп қалды деген ғой ойдан. Содан кейін барып, получилось так, что мен жұмысым жаңағыдай болды да, елдің бәрін кездіріп, елдің бәріне бармаған жерім жоқ, әйтеуір барлық елдің бәріне барған кезде, и то бесплатно все. Мен өзімнен емес, просто плюс еще и сондай жұмысыма, наоборот, маған төлейтін болды да. Сонда мен таң қалатынмын, вот, оказывается, когда түпсанаға просто, когда ты хочешь, когда ты сол цельмен, сол мақсатпен, соның арасындағы, сенмен сол мақсаттың арасында ешқандай блок, ешқандай бір кедергі, программа, бір қорқыныш, бір реально деген сомнение, еш нәрсе болмаса, бәрін тап-таза болып тұрса, онда все. Онда ол нәрсенің бәрі оңай келеді, и подсознание өзі реттейді. Келесі. Сіздер жазып жатыр екенсіздер ғой, мен көрмей отырмын. Мен өзімнің оқи берейін ба? Сәлеметсіз бе? Бастықтармен конфликт бола береді. Қазір тағыму үшін сабақтарды рассрочкаға ала беремін. Біреуін жағам, біреуін. Сол ғой, соны айтып тұрмын. Рассрочка, кредит, сосын кредит алып, кредитті жабу, алынған кредитті кредит алып жабу, сондай приколдар бар ғой. Сол үшін жаңа мен айтып отырған нәрселер тоже сіз алып алыңыз, егер сізде тоже бар болса, и обязательно надо проработать, обетіп, поняла, вот почему, ага, дейсіз де. Сосын, и давай басқа бір шаруамен бетіп істеу керек деп кетіп қалмаңыздар. Если сөйтіп кетіп қалсаңыздар, түк нәтиже болмайды. Естідіңіз ба, түсіндіңіз ба? Точно, менде де бар. И кетпеңіз ешқаққа. Алыңыз да, сол жерде жасап тастаңыз. 5 минут, 7 минут әрі кетсе. Қиын бір не болса, фундаментальный установка болса, ладно, бір 30-40 минут, наверное, сізделге енді.
И обязательно соны айтасыз, міне менде сондай программа болды, мен кредиттің бәрін, қарызға ақшаның бәрін аламын, себебі олсыз мен дамымаймын. Қарызсыз, кредитсіз мен дами алмаймын. Но только я так думала, түпсана тек қана мен сөйтіп жазып қойғанмын, ол тек қана менің программам, тек қана менің. Сөйтіп айтасыз да, түпсанаға жеткізу керек программа, что қарызсыз, кредитсіз мен дами алам деген нәрсені жеткізу керек. Күшті эфир болып жатыр, рахмет. И соны донесите, соны өшіріңіз. Содан кейін барып, тағы да қандай себептер бар сізде. Вообще надо думать каждый раз, когда қарызды ала берген кезде, каждый раз, когда кредитке кіре берген кезде, каждый раз қандай причинамен аласыз. Соны теріп алыңыз. Вообще проработканың басынан бастап соңына дейін жасау керек процесстердің бәрін толығымен түсініп отырсыңдар ма, соның барлығын. Мен жаңағы самооценканы сонда алған кезде крутые фотографии будут у меня. Как бы я себя не фоткала, у меня будут... Ол кезде мен енді ұшып жүрдім, елге көрдім, мен көріп атқан жерлердің бәрін көрсеткім келді, бәрін жақсы профессиональный фотоаппаратқа түсіргім келді, иткім келді, бейткім келді. Сол кезде и прикол мен алдым да, и бірінші поездкамде Бангкокке барам, Бангкокта Новый год болады. Новый годта олар су шашады екен адамдарға ше, шелектеп қояды, зданияның үстінен трубамен саған шашады, көпірік шашады. Это типа счастье ма, тазаланып атсың ба, жаңа жылға таза болып кіресің ба, сондай бір өзінің традициялар бар екен. Мен оны білмеймін, потому что ол шет ел, ол вообще мен не изучала, не понимаю, мен камерамен, представляете, мен бардым. А почему я купила? Не для себя. Я хотела показать, я хотела выпендриться, чтобы все ахнули, чтобы мои фотографии увидели все родственники. Короче, она самооценка бычыт болды да ол кезде. Я хотела там все на свете фоткать, там өзімді, там туда-сюда. В общем, көп болды самооценка. Зашкаливала, и бірінші күні, сол күні шыққан күні шелектеп қояды, маған қуып жүріп қояды ғой. Көрдіңдер ма? Ютубқа жазыңдар, Бангкок Новый год деп. Көресіңдер қалай қуып жүріп қояды. Сен қой десең, олар тыңдамайды. Тем более сен тілдерін білмейсің да. Мен ана жерде де білмеймін. Бәрін шелектеп су құйып тастады ғой. Новый менің никон ба, соның фотоаппаратыма шелектеп су дым жасамайды. Не объектив, ничего. Даже қолданып үлгерген жоқпын да. Вот что бывает, когда изначально намерение онша болмайды. Ол кезде оны особо білмеймін мен причинасын. Кейін просто самооценкамен алынған заттарымды ойлаған кезде, самооценканы бір проработка жасап отқан кезде, көз алдыма жаңағы үстіме шелектеп құйып атқан Таиланд келді ғой. Сол просто түсіндірді да маған. Что вот как бывает, если ты только для других хочешь, а чисто өзің үшін емес, да, например. Я не любительница фоткать природу, как фотограф емеспін ғой мен. Кешіріңіздер, фотографтың өзінің чуйкасы бар, ол өзінің көзі бар, ол өзі соған талпынып тұрады, әдемі картинкалерді любой жерден көреді. Мен ондай емеспін. Я просто хотела тупо красивых фотографий, где можно побольше выпендриться, да. Чтобы побольше людей увидели это и ахнули, короче, и сказали, какая ты классная, одевайтесь, да. И вот бірінші күні сразу сондай болды. Так что любой цельде сондай болды, короче, и любой цельде, любой бір нәрсе алайын деп отқан кезде джинсы ма, ол жаңа фотоаппарат па, ол новый куртка ма, соның бәрін ойланасыз, например. Кім үшін алайын деп жатсыз, өзің үшін, қандай пайда үшін алайын деп жатсыз, мындай үшін. Кейде, возможно, вы проработаете какую-то цель,
какую-то цель проработаете, например, купить что-то, да, и классноттаны алып тастаған кезде на следующий день ұйқыдан тұрасыз, да, вы понимаете, что вы не хотите на самом деле этот печку эту новую, ну, например, да, миксер, не сона. Вы уже понимаете, что, оказывается, это не для меня было, просто так я хотела для других. А если вы проработались и на следующий день просыпаетесь, и до сих пор вы этого хотите, значит, вы этого на самом деле себе хотите. Короче, сондай. Или надо, например, вы что-то купили, например, бриллиант купили, да? Белое золото, бриллиант. Себе. Если это себе, вы купили, она как бы здесь стоит, и все, вы никому особо не говорите. Вот так вот не делайте. Вот так вот не сидите кому-то, да? Просто купили, и өзіңіз сезініп отырасыз, да? Ештеңе айтпайсыз біреу үшін. А если, ну понятно, короче, если вы купили и потом обижаетесь каждому, что ты во мне замечаешь? Что-то ты во мне замечаешь, деп отырмайсың, да? Сосын ренжімейсің бостан елдер, білмеймін, тоқылап кеткенсің ба, ақтап кеткенсің ба? Шындан тұрмайсың, біреу мақтанса таңғал, иә.